барлықтарыңызбен қауышқанымызға біз қуанып отырмыз. Білім Kids жобасының мамандары сіздерге жалынды сәлем жолдайды. Білім Ленд компаниясына қарасты үлкен проект Білім Kids мектепке дейінгі ұйымдарда қызмет етіп жүрген мамандар үшін үлкен әдістемелік көмекші құрал ретінде біз сіздердің алдарыңыздамыз. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз мектепке дейінгі ұйымдарда қауіпсіздікті сақтау. Жалпы мектепке дейінгі ұйымдарда еңбек етіп жүрген мамандар үшін, басшылары үшін, меңгерушілер үшін қауіпсіздік мәселесі өте маңызды болып саналады. Себебі мемлекет тарапынан бізге берген үлкен тапсырма бар. Бұл дегеніміз типтік бағдарламада, мемлекеттік стандартта, жоспарда аталған бірнеше мақсат міндеттердің арасында ең бірінші қатарда тұрған баланың денсаулығын сақтау, өмірін сақтау және бала үшін қауіпсіз ортаны орнату мақсаттары ең негізгі болып саналады. Сонымен жалпы қауіпсіздік ұғымы мектепке дейінгі ұйымдарда іске асырылған кезде бірнеше бағытқа бөлінеді. Сіздер білесіздер, бұл дегеніміз өрт қауіпсіздігі, сейсмикалық қауіпсіздік, электро қауіпсіздігі, тағы басқа өте көп тақырыптар бар. Бүгін біз тек қана өрт қауіпсіздігі мәселесін талқылайтын боламыз. Сонымен кез келген ұйым болсын, кез келген маман, ұжым болсын, қандай бағытта болсын, өзін іс-әрекетін ұйымдастыру алдында ең біріншіден осы іс-әрекетіне нақтылы негіздеме іздейді. Бұл дегеніміз негіздеме заңнама ретінде және заңнама ретінде және ғылыми тұрғыдан және мамандық салалар бойынша өзінің іс-әрекетіне негіздеме іздейді. Сонымен өрт қауіпсіздігі талаптарын ұйымдастыру жөніндегі нормативті құқық актілерге көңіл аударсақ, ең біріншіден біз жалпы заңнаманы қарастырған кезде білім туралы заңында 5-ші, 8-ші және 48-ші баптарға көңіл аударамыз. Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығын сақтау туралы заңында бізде 74-ші, 78-ші баптарға сүйене отырып, жалпы осы мектепке дейінгі бастауыш негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі ары қарай білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы бұйрығына, номері 385-ші бұйрығына сәйкестендіреміз жұмысымызды және өрт қауіпсіздігіне байланысты нақтылы 3 бұйрық бар. Бұл дегеніміз төтенше жағдайлар министрлігі тарапынан шыққан өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы 55-ші бұйрық, ұйымдардың қызметкерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар бекіту туралы бұйрық. Бұл бұйрық номері 276 және өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар деген техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің номері 405-ші бұйрық. Осы 3 бұйрыққа сіздер аса көп көңіл аудару керексіздер, себебі осы бұйрықтардың ішінде барлығы нормативтікке сәйкес келетін әрекеттерінің ережелері, қағидалары нақтылы жазылған. Және осы бұйрықтарда мазмұнын дұрыстап оқу керек, себебі өрт қауіпсіздігіне байланысты көптеген терминология бар. Терминдер ерекше, біздің мысалы педагогикалық іс-әрекетімізде кездеспейтін терминдер, бірақ бұл жұмысты нақтылы атқару үшін осы ұғымдарды қолдана білу керек, ажырата білу керек және ұғымдарды өз жоспарымызға қоса отырып, тек қана сол басшы ғана емес білетіндей кез келген қызметкер және керек болса балалар, тәрбиеленушілер және ата-аналар бұл терминдерді жақсы білу керек. Сонымен кез келген ұйым болсын, жаңағы тағы да айтып кетейік, ұжым болсын, өзінің іс-әрекетін белгілі бір жүйеге келтіреді.
жүйе өте қажетті нәрсе, себебі біз педагогтармыз, біздің барлық іс-әрекеттеріміз белгілі бір жүйеге бағынады. Сонымен біз өрт қауіпсіздігі жүйесі дегеніміз не десек, экономикалық, әлеуметтік, ұйымдастыру, ғылыми, техникалық, құқықтық шаралар, сондай-ақ өрт және одан келетін шығынды азайтуға бағытталған өртке қарсы қызмет, күш және техникалық құралдар жиынтығы. Бұл сөздердің әрбір терминдерін дұрыстап түсініп отырсақ, қарапайым сөзбен айтқанда түсінетіміз былай. Жалпы экономикалық жағынан сіздер жабдықтау мәселесін ескеру керексіздер. Әлеуметтік деген біз тек қана өзіміздің педагогтар арасында емес, ата-аналармен жұмыс істеу және қосымша төтенше жағдайларға қатысты департамент мамандармен жұмыс істейміз. Ұйымдастырушылық жұмыс бұл дегеніміз жоспарларды нақтылы құру мәселесі. Ғылыми техникалық дегеніміз жаңағы ғылыми техникалық терминдердің мағынасын дұрыс түсіне біліп, қолдана білу мәселесі. Құқықтық шаралар, себебі біз балалардың өмірі, денсаулығы үшін тура жауапкершілікті тартамыз. Ең біріншіден басшысы, мекеме басшысы және өрт қауіпсіздігі жөніндегі жұмыстарын жауапты маманы және тікелей балалармен жұмыс істеп жүрген мамандар. Осы жүйені қалай құру керек? Ең біріншіден тағы да айтып кетейік, 3 бағытқа оны бөледі екен. Бұл бағыттар бұйрықтардың ішінде де нақтылы аталған. Бірінші бағыт бұл өрттің алдын алу жүйелері. Екінші өртке қарсы қорғау жүйелері және үшінші бағыт өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру техникалық іс-шаралар кешені. Міне 3 бағытты алып жүрсеңіздер, үнемі сіздің жұмыстарыңызда олқылықтар болмайды. Сіздер кемістіктермен немесе дұрыс тапқан амалдарыңызды сіздер байқап отырасыздар, бақылайсыздар, көресіздер, нәтижелерінде реттеп отырған мүмкіндік аласыздар. Келесі жаңағы айтқандай 405-ші бұйрықтың ішінде өрттің алдын алу жүйесіне қойылатын талаптар нақтылы түрде жазылған. Біз оны сіздерге тізіп жазбаймыз мына жерге. Дегенмен түбегейлі ең негізгі тұрғыларды қарастырып жіберейік. Ең біріншіден өрттің алдын алу бойынша жанғыш ортаны және жанғыш ортада тұтану түзілуі. Екіншіден, жанғыш ортаның түзілу жағдайларын болдырмау. Үшіншіден, жану көздерінің пайда болу жағдайларын алдын алу. Енді екінші боп саналатын жанғыш ортаны түзілу жағдайларын болдырмау амалдарына көңіл аударсақ, бұл дегеніміз жанбайтын заттар мен материалдарды қолдану, материалдардың салмағын және көлемін шектеу, жанғыш ортаның пайда болуына алып келетін материалдарды орналастыру, тәсілдерін пайдалану, жанғыш ортаны тұтану көзінен оқшалау, тоқтырғыш және жанғыш заттар ортасына қауіпсіз концентрацияны орнату, жанғыш ортада тотығыш концентрациясын азайту, ортаның температурасын және қысымын ұстап тұру, жанғыш заттар мен технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру, жеке үй-жайларда немесе ашық алаңқайда өрт қауіпті жабдықты орнату, жанғыш ортаның пайда болуын болдырмайтын өндірістік жабдықтарды қолдану. Сонымен тағы да екінші жүйеге көңіл аударсаңыздар, бұл дегеніміз өртке қарсы қорғау жүйесіне қойылатын талаптар. Бұл 405-ші бұйрықта екінші бөлімде 3-ші тарауда тұр. Өте көп мәлімет, дегенмен біз сіздерге қысқаша түрде ең негізгі қағидаларды алып шықтық. Ең біріншіден, ғимаратты түтінге қарсы қою жүйесін қарастыру керек. Адамдарды қауіпсіз аймаққа эвакуациялау жолдарын қарастыру керек. Түтінге қарсы қорғау жүйесін, құрылыс конструкциясының отқа төзімділігі және тиісті құрылыс материалдардың оттан қорғану құралдарын пайдалану. Автоматты өрт сөндіру қондырғыларын үй-жайларда орнату. Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің болуы және табиғи жасанды су қоймаларын ескеру.
Соның арасында өрт ошағы шегінен тыс таралуы шектеу тәсілдерінде ұсынады екен. Сонымен өртке қарсы бөгеттерді салу керек. Өрт бөліктерін және секцияларын салу, сондай-ақ құрылыстардың қабаттарын ескеру, өрт кезінде қондырғылар мен кәріздерді апаттық ажырату және қайта қосу құралдарын қосу, және өрт кезіндегі сұйықтарды төгілуін, мысалы ағуын алдын алатын немесе шектейтін құралдарды қолдану, отты бөгейтін құрылғыларды қолдану және өрт сөндіру қондырғыларын қолдану. Әрине, біз жиі қолданбаймыз осы терминологияны, дегенмен осы өрт қауіпсіздігіне байланысты сіздер жоспарларды қолданған кезде, шараларды қолданған кезде дәл осы сөздерді, осы терминдерді сіздер қолданасыздар. Келесі ұйымдастырушылық техникалық іс-шараларға қойылатын талаптар. Бұл дегеніміз жаңағы аталған бұйрықтың ішінде үшінші тарау, үшінші бөлімде нақтылы жазылған. Жалпы бірнеше шаралар тізбектері тұр. Жұртшылықты өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін шешуге тарту, өндірісте және тұрмыста өрт қауіпсіздігі шараларына халықты оқытуға шақыру, өрт қауіпсіздігі саласындағы насихат жүргізу, өрт қауіпсіздігінің алғашқы шараларын қамтамасыз ету, өрт кезінде адамдарды ғимараттан немесе құрылыстардан эвакуациялау, кепілін сақтау, ғимараттарда және құрылыстарда өрт туындаған кезде және адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру кезінде әкімшіліктің, персоналдың және жай халықтың, ол ата-аналар деп айтамыз, олардың іс-қимылдарын нақтылы білу және жазу, және бұл мәселе бойынша жаттықтырулар ұйымдастыру. Мемлекеттік және мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді, бұнда бәрібір, мысалы, сіздер мемлекеттік ұйым болсаңыздар, жоқ жеке меншік болсаңыздар да, осы жұмыстардың түгелін нақтылы түрде жүйе бойынша, тәртіп бойынша ұйымдастыруға қажет. Және мысалға сіздерге бір келтірейін, ерекше бір мәлімет, кенттер мен қалалардағы шақыру жасаған орынға алғашқы өрт бөлімшесінің жету уақыты 10 минуттан аспау керек екен. Ал ауылдық елді мекендерде 20 минуттан аспау керек. Міне осындай талаптар, нақтылы бұйрықтарда бар. Бұның түгелін сіздер негізге алып, өздеріңіздің нұсқамаларыңызға да қосуға болады. Бірақ бір негізгі ерекшеліктер бар. Бұны біраздан кейін айтам. Бұл ғимараттың құрылымы және ішкі бөлмелерінің сызбасы бөлек болады. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңыз, ішкі жұмыстарыңыз әрине біраз бірыңғай болмайды. Ерекшеліктерін ескеруге тура келеді. Сонымен өрт қауіпсіздігі жөніндегі құжаттама. Көптеген біздің қолданушыларымыз және бұлай біз семинарларға барып жүргенде қандай құжаттарды сіздер қолданасыздар, немесе қолдану керек деген сұрақтарды қойып жатады. Сіздер 405 және 55 бұйрықтың мазмұнынан осы құжаттардың қандай құжаттар болу керектігін тауып аласыздар. Дегенмен сіздер үшін бізде бірнеше амалдарды қолдандық, тізбектеп алдарыңызға ұсынып отырмыз. Сонымен объектіні иелену құқығын белгілейтін құжат болу керек. Яғни собственность деп жатады. Содан кейін мектепке дейінгі ұйымның жарғысы болу керек. Бұның ішінде сіздер қауіпсіздік мәселелерін барлығын мәнін ашып беруге тиісті сіздер. Өрт қауіпсіздігі үшін мектепке дейінгі ұйым басшысының және жауапкершілігі туралы бұйрық, объектіні өрт қауіпсіздігін растайтын құжат, алдыңғы тексерулер барысындағы анықталған ескертулерді жою туралы белгілер бар, қадағалау органдарының нұсқамалары, төтенше жағдайлар кезіндегі келісілген іс-қимылдар жоспары, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы бұйрық, эвакуация жоспары, бұның ішінде негізгі және қосалқы шығулары бар, эвакуациялық жолдардың жалпы және қабаттар бойынша жоспарлары болу тиіс, өрт қызметі, диспетчерінің нөмірлері жазылған тақташалар көрнекті және нақтылы көрінетін жерлерде ілініп тұру керек.
Тағы да бір бұйрықтың құжаттың түрі нысан паспортындағы қолдану құралдарының тізімі. Соның ішінде өрт сөндіру жабдықтары да аталып жүру керек. Келесі өрт сөндіргіштерге арналған паспорттар. Оларды тексеру және мақсатына сәйкестігі туралы мәлімет жазылу керек. Өрт сөндіргіштерді, өрт қалқандарын, крандар мен гидранттарды орналастыру сызбалары, өрт қауіпсіздігі талаптары туралы нұсқаулық, мектепке дейінгі ұйымның қызметкерлерінің өрт кезіндегі іс-қимыл жоспары, өрт шыққан жағдайла іс-қимыл алгоритмі нақтылы жазылу керек. Автоматты өрт дабылдарын пайдалану нұсқаулары, өртке қарсы іс-қимылдары есепке алу журналы және өрт қауіпсіздігі бұрышы. Міне аз емес жалпы құжаттама, бірақ сіздер нақтылы бір жүйеде осы құжаттарды жүргізіп, сол құжаттар бойынша өз іс-әрекеттеріңіз жоспарлап, іске асырып жатсаңыздар, бұл белгілі дағдыға қалыптасады. Ешқандай жұмыстарыңызға кедергі жасамайды. Оны мен өзімнің тәжірибеммен де бөліссем де, жалпы солай деп айтам. Бір жүйедегі жұмыстар атқарылып жатса, ағымдағы жұмыстарға және жаңадан қосылған жұмыстарға сіздерге осы жұмыстар кедергі болмайды. Сонымен 55-ші бұйрықта бірінші бөлім, бірінші тармақ, тарау 6-шы тармағының ішінде ұйым басшысының не үшін жауапты екенін, қандай құралдармен өртке қарсы қолдану құралдармен қамтамасыз ету керектігі жайында нақтылы жазылған. Бұны оқып алуға болады. Келесі журналдар деп жатады. Бір-екі журналдар тауып алады, біреулер мысалы жүргізіп жатады. Журналдардың саны аз емес. Не себептен? Себебі сіздер жасаған шараларға сіздердің қызметкерлеріңіз қосылып қатысып жатады. Олардың жауапкершілігі әрқалай әртүрлі болады. Және белгілі жаңадан келіп жатқан мамандар болып жатады. Олармен де жұмыс жасау керек. Сондықтан бұл жұмыстың түгелін тіркеіп отыру керек. Не үшін тіркеу керек? Жалпы адамның өміріне қауіп төніп жатса, қауіпсіздік шараларын ұйымдастыру үшін әрине сіздерге жұмыстарыңызды дәлелдейтін құжаттар керек болып тұрады. Және сіздерді тексеріп жатқан мамандар, тексеруге келген мамандар, сіз белгілі бір пайда болған кездейсоқ пайда болған, мысалы, төтенше жағдайдың болмауы үшін көптеген шараларды қолдандыңыз деген туралы дәлелдемелер болады. Осы журналдарға бәрін тіркеуге тура келеді. Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқамалар өткізуді есепке алу журналы, өрт сөндірудің бастапқы құралдарын есепке алу журналы, апатқа қарсы, өртке қарсы жаттығуларды есепке алу журналы, өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету журналы, өрт крандарын есепке алу және техникалық куәландыру журналы, өрт гидранттарын, су айдынындағы қоршау құрылғыларын кешіріңіздер, қалғандарын тексеру журналы, өрт сөндіру қондырғысын есепке алу, техникалық қызмет көрсету журналы, өртке қарсы қауіпсіздіктің автоматтандырылған жүйесіндегі актілерді тіркеу журналы, өрт автоматикасы жүйесіндегі техникалық қызмет көрсету және жоспарды алдын алу, жөндеу жұмыстарын тіркеу журналы. Кей кезде сіздерде мынандай сұрақтар туындауы мүмкін. Мына журналдарды біз қалай толтырамыз, үлгісін қайдан аламыз? Тағы да айтайын, осының алдындағы аталған бұйрықтардың ішінде бар үлгілері алуға болады, және сіздерге қарасты, сіздердің үстіңізден қарайтын төтенше жағдайлар департаментінің мамандары өздері сіздерге көптеген көмектер жасайды. Олардың келісімдерісіз үлкен шараларды ұйымдастыру екіталай болады. Сондықтан әрине ақылдасып, кеңесіп, жұмыстарды түзеп отыруға мүмкіндік бар. Содан кейін мына жерде сіздерге номері бұйрық деп жатамыз. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы бұйрықтың үлгісін сіздерге ұсынып отырмыз. Бұл бұйрықтар үлгілері біздің сайтымызда бар, бізге жазылған балабақшалар қолданып отыр. Біз күнде жаңартылған материалдарды сіздерге салып қолдануға мүмкіндік беріп отырмыз.
Сонымен мектепке дейінгі ғимаратының үй-жайларына және аумағында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жақсарту мақсатында бұйырамын. Бұл бұйрықты әрине ұйымның басшысы жасайды. Шаруашылық бөлімі жөніндегі орынбасарға мысалы өрт қауіпсіздігі үшін жауапты болып тағайындалсын. Егер сіздердің мектепке дейінгі ұйымдарыңызда тағы да қосымша құзыреттілігі бар мамандар жұмыс атқарып жатса, әрине оларға да қосуға болады. Мектеп басшысы және өрт қауіпсіздігі үшін жауапты маман арнайы оқыту орындарда оқуларын оқиды, өздерінің куәлігін алады. Сол куәлігін алған кезде сіздермен, ұжыммен оқуларды өткізуге, нұсқамаларды өткізуге мүмкіндік алады, рұқсатнаманы алады. Екіншіден, өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлға келесі іс-шараларды өткізсін дейді. Жаңағы міне аталған маман. Бұл көбінесе шаруа жөніндегі меңгерушінің орынбасары болып саналады. Кабинеттер, топтық үй-жайлар, дене шынықтыру, музыка, акт залдарында өрт сөндіру күзетін шақыруға арналған 101 нөмірін жазылған тақтайшалар ілінсін. 112-ді де қосып қоюға болады, себебі бұл төтенше жағдайлар департаментінің тікелей телефоны. Жаднамасы ілінсін дейді. Айына кемінде 2 рет жертөле үй-жайының жағдайын тексеру, жертөледе жанғыш заттардың қоймалауға жол бермеу, мектепке дейінгі ұйымның үй-жайларынан негізгі және қосалқы шығу жолдарында тазалықты тұрақты түрде сақтау және кедергілер қоюларына жол бермеу, бірінші қабаттағы техникалық қызметкерлердің де кілттердің болуын қамтамасыз ету, өрт сөндіру командасын қарсы алуды ұйымдастыру және оларға ғимаратқа кіруді ең қысқа жолын көрсету. Осы маман жаңағы аталған талаптарға сәйкес болу керек. Бұл міндеттемелерді орындауға тиісті. Бұқаралық іс шараларда мерекелік, ойын-сауық, спорттық өткізу кезінде өрт қауіпсіздігі ережесінің сақталуын оларды өткізуге жауапты тұлғаға жүктелсін дейді. Бұнда сіз жеке маманды немесе осы мамандыға жүктейсіздер. Ғимарат қабаттарында өрт шыққан кезде балалар мен қызметкерлерді эвакуациялау міндеті келесі тұлғаларға жүктелсін. Бұнда біз бірінші, екінші қабат, оң жағы, сол жағы деп бекітіп отырмыз. Бұнда сіздер өздеріңіз жаңағы ғимараттың құрылым ерекшелігіне қарай құрайсыздар тапсырмаларды немесе міндеттемелерді, жауапкершілікті. Не себептен? Мысалы, біз жазған балабақшада 2 жағы бар және 2 қабаты бар. Егер сіздерде формасы мүлдем басқа болса, ғимараттың әрине жауаптыларды басқаша жазасыздар. Бұл не үшін керек? Ең біріншіден, жас топтарында жүрген балалар үшін, тәрбиешілер үшін, балаларды тез, жылдам және тәртіп бойынша эвакуация жолдармен шығару амалын нақтылы түрде ұйымдастыру үшін осы мамандарды тіркеп қою керек. Келесі топтың үй-жайларында, музыкалық спорт залында өрт туындаған жағдайларда балаларды эвакуациялау жауапкершілігі тәрбиешіге, педагогке және ұйымдастырып, іс-әрекетті ұйымдастырып жатқан маманға жүктелсін дейді. Неге маманға деп тағы да біз жазып отырмыз, біз өзіміз қосып отырмыз, себебі кей кезде осындай төтенше жағдайлар пайда болған кезде дәл сол кезде балалар мысалы дене шынықтыру залында жүруі мүмкін, кейбір топтың балалары. Кейбір балалар психологтың кабинетінде отыру мүмкін, сабақта. Кейбіреулер логопедте. Сонда олар өз группасына жете алмайды әрине. Тура дәлме-дәл сол балалармен жұмыс істеп жатқан маман эвакуацияны ұйымдастыруға міндетті. Бұйрықтың орындалуы бойынша бақылауды өзіме қалдырамын дейді, және осы жауапкершілік алған мамандар өз қолдарын және аты жөндерін жазуға міндетті. Келесі өрт қауіпсіздігі профилактикасы бойынша жалпы ережелер. Бұл дегеніміз 55-ші бұйрықтың 1-ші бөлім, 1-ші тарау, 8-ші тармағында жазылған. Дегенмен сіздерге қарапайым түрде бөліп шығарып қойдық.
Жаңадан келген қызметкер өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша нұсқаулықтан өткеннен кейін жұмысқа жіберіледі. Яғни, жаңадан келген маман ең біріншіден кіріспе өртке қарсы нұсқаманы тыңдау керек және қол қояды журналға. Қызметкерлер өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтан жылына кемінде бір рет өтуге тиісті. Егер осындай төтенше жағдайлар туындап жатса, немесе бір іштеріңізде тағы да жұмыстарыңыз көп қой, ерекшеліктеріне қарай, нұсқаманы тағы да өткізуге болады. Нұсқаманың бірнеше түрлері бар, оны кейін айтамыз. Өртке қарсы оқу жаттығулары жарты жылда кемінде бір рет өту керек. Жарты жылда кемінде бір рет. Яғни, жалпы календарлық бір жылдың ішінде жаттығулар 2 рет немесе 3 рет өтуге тиісті. Мысалы, қыс мезгіліне көшкен кезде, жазға көшкен кезде, көктемде ме өздеріңіз іштей бақылап осы жаттығуларды ұйымдастыруға міндеттісіздер. Жаттығуды уақытылы өткізбеген үшін жауапкершілік ұйым басшысына жүктеледі. Өртке қарсы қызметті есепке алу журналдары түгілуі және нөмірленуі және ұйымның мөрімен бекітілуі тиіс. Не себептен? Енді ол ескі бір тәртіп, өздеріңіз білесіздер, журналдың бетін жұлуға болмайды, бұл куәлік. Журнал аяқталған кезде жаңадан журналды қайтадан ашып, оны тігіп, нөмірлейсіздер, беттерін нөмірлеп, және мөр тігілген деген сөз үстінен мөр қоясыздар. Сонымен журнал нысандары ұйымдардың қызметкерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларына және өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарға сәйкес жүргізіледі. Оны жаңағы осы бірнеше бұйрықтарды біз атап шықтық, соның ішінен тауып алуға мүмкіндік бар. Ережелер нақтылы жазылған. Нұсқаулық дегеніміз бұл өрт шыққан жағдайда қызметкерлер орындауы тиіс іс-шаралар алгоритмі. Кім, қашан, не істеу керек, қайда тұру керек, одан кейін не істеу керек, кімге айту керек, қандай әрекет жасайды, әрекет жасағанда қандай қауіпсіздік шараларды сақтап жүру керек. Осындай қосымша нақтылы әрбір маманның өзінің іс-әрекеті жазылуға тиісті. Өрт қауіпсіздігі бойынша жергілікті нұсқаулықтарды ғимараттың нормативтік құжаттары мен конструкциялық ерекшеліктеріне жылыту сызбасы, өртке қарсы сумен қамту және дабыл жүйесі сәйкес мектепке дейінгі ұйымның басшысы әзірлейді. Сонымен жылыту сызбасы деген бар, өртке қарсы сумен қамтамасыз ету, дабыл жүйесі. Дабыл жүйесі дегеніміз, жаңа кнопканы басасыз, сигнал шақыру, оны тексеріп жүру керек. Оның да тексерудің тәртібі бар. Және автоматтандырылған жүйе бар. Бұны да орнатуға тиістіміз. Сонымен өрт кезіндегі іс-қимылдардың жоспары және реттілігімен алгоритммен жазылған, әр қызметкердің қолы қойдырылып таныстырылады. Мен білемін, осыны естідім, немесе мен естімедім деп жатады кейбіреуі, мысалы, мен ондай шара өткізген жоқ. Сондықтан менің жауапкершілігім ол үшін жоқ деп айту мүмкін. Өте сондай қауіпті жағдай. Сондықтан осы жұмысты тиянақтап өткізуге тура келеді. Балабақшада өрт шыққан кезде балаларды эвакуациялау жөніндегі нұсқаулық меңгерушіден бастап тазалаушыға дейінгі әр қызметкерге арналған ұсынымдарды қамтиды. Неге? Енді өрт шыққан кезде әрқалай реакциялар болып жатады. Кейбір балабақшаларда өте нақтылы жұмыс атқарылған болса, әрине ешкім эмоциялық күйзеліске түспейді. Жұмыстарын сол қалыпты жағдайда жасай береді, атқара береді. Сонан кейін эвакуацияға өте аз уақыт беріледі. Оның қалай айтады, эвакуация кезінде неге тез шығару керектігін біз түсінуіміз керек, себебі өрттің де өзінің жеке қасиеттері бар, оны қазір тағы да атап шығамыз.
Өрт жөніндегі қауіпсіздігі талаптары туралы нұсқаулық. Мынаны үлгіге алуға болады, жалпы үстінен тағы да қосып жатарсыздар. Өрт қауіпсіздігі талаптары туралы нұсқаулық ғимараттың технологиялық процестердің, технологиялық және өндірістік жабдықтардың от қауіптілігін, ерекшелігін және негізге ала отырып, қауіпсіздікті жөніндегі, өрт қауіпсіздігі жөніндегі қағидалардың талаптары негізінде әзірленеді. Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықта мынандай іс-шаралар көзделсін. Аумақтарды, ғимараттарды, құрылыстар мен үй-жайларды, оның ішіндегі эвакуация жолдарын күтіп ұстау. Бұның түгелі жолдарын, эвакуация жолдары үнемі қыс болсын, жаз болсын, түн болсын, таңертеңгі уақыт болсын, үнемі таза болып тұру керек, ашық болып тұру керек. Ештеңе үстіне жолға қоймау керек. Себебі ондай жағдайлар әрқалай болуы мүмкін әр уақытта, сондықтан әрине тазалықты сақтау керек. Жабдықтарды пайдалану және от қауіптілігі бар жұмыстарды жүргізу кезіндегі технологиялық процестердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл дегеніміз мысалы сваркалар болады, немесе сіздерге электрика бойынша мамандар келіп жатады, пештерді ауыстырады, немесе вентиляцияны ауыстырып жатады, желдеткіштерді. Әртүрлі сондай себептер болып жатады. Кей кезде мына пила деп жатады, бір нәрсені кесіп жатады, соны оттың шоғы да түсуі мүмкін белгілі бір жерге. Сол қауіпсіздік шараларын ескеріп ұстанып отыру керек. Жабдықтарды пайдалану және қауіптілігі, мына бар жұмыстарды жүргізу кезіндегі технологияны ұстану керек. Жарылыс пен от қауіптілігі бар және от қауіпті заттар мен материалдарды сақтау, тасымалдау жайындағы ережелерді сақтау керек. Оның да жеке ережелер бар, бұл бұйрықтарда нақтылы жазылған. Жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайларды тексеру, жабу. Ол міндет. Темекі шегуге арналған орналасу орындарын ескеру, ашық отты қолдану немесе от және өзге де от қауіптілігі жұмыстарын жүргізу мәселесін нақтылы жазып шығу керек. Мысалы, енді темекі шегу деген балабақшаларда болмайды әрине, бірақ кейбір ата-аналар келеді балаларға, темекі шегетін әрине оларға арналған бөлек далада бола ма, немесе тыйым саласыздар ма, осы мәселені нақтылы жазу керек. Нұсқаулықтың ішінде. Жанғыш заттар мен материалдарды жинау, сақтау, жою, арнайы киімді сақтау, ұстау. Осы мәселені де ескеру керек. Қай уақыттарда, қай жерде тұрады, қашан жойылатын, бәрін сол бойынша актілерді жүргізіп отыру керек. Үй-жайларда болған шикізаттың жартылай дайын өнім және тұтынуға дайын өнімнің рұқсат етілген саны болу керек. Олардан ауытқулар, өрт немесе жарылыс тудыру мүмкін бақылау өлшеу аппараттарының болу, шекті көрсеткіштері болу керек. Бұл манометр немесе термометрлерде белгіленген цифралар болады. Осы ережелерді үнемі қарап отырып, барометрге қарап отырып, тексерулерді жүргізуге болады. Келесі өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқамаларды жүргізуге есепке алудың журналы. Журналдың үлгісі бар бәр жерде де. Қашан жүргізуге бастаған күні жазылады. Сонан кейін номері беттері біткеннен кейін аяқталу күні дейсіздер де, аяқтайсыздар. Келесі жаңадан бұйрық журнал шыққан кезде қайтадан басталу күнін ескеріп отыру керек. Бұнда оқу жылы ма, жоқ жазғы маусым ба, ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздер ағымдағы жұмыстарыңызды атқара бересіздер. Нұсқаушының аты жөні, нұсқау берген маманның аты жөні мен қолы нақтылы жазылуы тиіс. Енді эвакуация жоспары үлкен бір жұмыс. Енді көп жыл істеп жүрген мамандар үшін ол қиын емес. Жаңадан ашылып жатқан балабақшалар үшін бұл аспектті нақтылы қарастыру керек. Эвакуация жоспары жалпы ғимараттар мен құрылыстарда қабатта бір мезгілде 10-нан астам адам болған кезде өрт туындаған жағдайда әкімшілік адамдары эвакуациялау жоспарларын әзірлейді. Яғни балабақшада міндетті түрде эвакуациялау жоспары болу керек. Эвакуация жоспарында екі формасы бар. Бұл бірінші графикалық, немесе сызбалық дейміз, сызбасы. Екіншісі мәтіндік.
мәтіні не үшін керектігін сіздер білу керексіздер. Себебі көптеген мамандар немесе адамдар, ата-ана болсын, осы анықтаманы нақтылы білмей жатады. Сондықтан сызбаға, эвакуациялау жоспарының сызбасына бірнеше бетке жазылған анықтамалар, мәтіні жазылу керек. Эвакуациялау жоспарының сызбасында не болады? Ғимарат қабаттарының сенсорлық жоспарлануы, эвакуациялық шығу есіктен бастап баспалдақ торларын, сыртқы ашық сатыларды, тікелей сыртқа шығуларды, тәрбиеленушілер мен мамандардың қызметкерлерінің қозғалыс бағыттарын көрсету, эвакуациялық шығарулар бағытында көрсеткілер бар жасыл түсті тұтас сызық болады. Содан кейін нүктелі сызықтар да болып жатады қосалқы. Өрт туралы хабарландыру қолмен қосылатын батырмалардың белгілері болу керек. Телефон аппараты, өрт сөндіру, сөндіргіш, символдары, кранның несі, белгісі, өрт сөндіргіштер, түймелер. Осы құралдардың орналасу орындары да белгіленеді. Және символдардың толық жазылу эвакуациялау жолдарының астындағы үзінді жаднамаға мемлекет және орыс тілінде орналасады. Мысалға, біз сіздер үшін КИТС жобасы тарапынан бір үлгіні жасап бердік. Бұл ойдан шығарылған ғимараттың сызбасы, және бұл біз ойлаған ғимараттың тек қана бірінші қабаты. Яғни осы, егер біздің балабақшамыздың 2 қабаты бар болса, яғни осы эвакуация жоспарының бір данасы бар, екінші қабаттың үлгісі тұру керек. Не себептен олар 2 бөлік тұру керек? Себебі, мысалы, сатылардың жүру орны, содан кейін мына бөлмелердің орналасу басқашалай болуы мүмкін. Сонымен сіздер жалпы осы белгілерді танып отырсыздар. Бұл телефон, хабарлау телефоны, қай жаққа бағыттау керек, жүру керек, шығу, выход деп барлығы жазылған. Кран пожарный, краны, өрт сөндіргіштің орны, өрт дабылы деген, міне қараңыз, 2 жерде. Себебі кіру, шығу 2 жерде негізгі болып тұр. Сондықтан 2 жерде қолданған. Және мен сіздердің назарларыңызды осы дөңгелек көк түсті белгіге аударғым келеді. Кейбір жоспарларда бұл белгі қара түсте болады, немесе қызылмен былай айналасы бекітілген. Дегенмен оның осы белгінің мағынасы былай. Осы жерде адамдар бар, балалар бар, осы жерден адамдарды шығаруға болады. Және осы схеманы қарап отырған балалар немесе адамдар, топтар, осы белгіге қарап отырып, өзінің жүру бағытын жаттап алады. Егерде сіздердің, мысалы, балабақшаларыңыздағы, бұл эвакуация жоспары сол жақта орналасады. Сонда осы жақта орналасқан адамдар бұл шығу сызбасын өздері жаттап алып жүре береді. Жаттығуларда орындай береді. Ал егер эвакуация жоспары сол жақта ілініп тұрса, яғни осы белгі мына жерде тұрады. Немесе 2 жерге де қойып қойыңыз, 2 жағынан. Қай жақтан адамдар шығады, тура сол белгіні қойып қойға болады. Яғни 2-ші қабатта, мысалы, сол жақтағы топтар үшін белгілер белгілі жерлерде тұрады. Сонымен мынау адам шығатын, адамның бар болғаны, қай жерде адамдар бар екендігі көрініп тұр. Осы жоспарды әрине мектепке дейінгі ұйымның басшысы бекітеді, бірақ төтенше жағдайлар департаменті мамандармен міндетті түрде келісілуге тиісті. Осы үлгілерді сертификациясы бар мамандар, ұйымдар жасайды, сондықтан тапсырма беруге болады. Дегенмен оларда да жұмысты атқарып жатқан мамандар төтенше жағдайлар мамандармен тікелей байланыста деп санаймыз. Келесі, эвакуация жоспарының мәтіні. Адамдарды эвакуациялау тәртібі мен реттілігі жазылу керек, міндеттерді және адамдардың өрт туралы хабардар ету жүйесін ұйымдастыру керек, жазылу керек. Қызметкерлердің өрт туралы хабарландыру
жөндегі міндеттерді көрсетілу керек. Эвакуация үшін қосымша күштер, қандай күштер қосылады, мысалы ата-аналар ма, немесе департаментте жеке бригадалар бола ма, олар қосыла ма, бұны барлығын талқылауға тура келеді. Жүру жолдарының аяқталған орны басынан бастап барлығы реттілігімен жазылуға тиісті. Келесі үзінді жаднама. Үзінді, мына жаңағы мәтін, алдындағы мәтініміз сіздің кабинетіңізде тұру мүмкін, немесе дежурныйдың кезекшінің кабинетінде жату мүмкін, бірақ үзінді жаднама жаңағы сызбаның жанында ілініп тұру керек. Үзінді жаднамада не жазылады? Үзінді жаднамада ұйым басшының міндеттері, қызметкерлердің кім аты жөні жазылады, міндеттері мен іс-қимылдардың реттілігі көрсетіледі. Өте нақтылы, кім қай жаққа баратын. Үзінді жаднамалар көрнекті жерде болу керек, сондай-ақ аймақтар мен секторларға бөлінуі тиіс. Эвакуациялау графикалық жоспары және өзінді көшірме тәулік бойы кезекшілік атқаратын қызметкерлер деді, солардың қолында болу тиіс. Және жаднамаға да қолдар қойылады, және мазмұнмен таныстым деген белгілер қойылады. Енді от туралы, жаңағы эвакуация кезінде өте аз уақыт бар деп біз білеміз, сіздерге мамандар айтып жатады, дегенмен өрт туралы біз не білуіміз керек? От бұл жанғыш материалдың немесе отынның өте жоғары температурада болуын және оған оттегі келіп тұруынан пайда болатын процесс. Біздің арамызда, өзіміздің арамызда сөйлесіп жүргенде, мысалы, біз айтамыз, бұл химикалық, физикалық құбылыс. Біз оны пәндер бойынша да мектепте де оқығанбыз, дегенмен не себептен пайда болады? Химиялық реакциялар немесе атап айтқанда жарылыстың нәтижесінде болуы мүмкін. Газ жарылып жатады, мысалы, немесе біреу жарылатын бір нәрсені алып келу мүмкін, кім біледі. Ортада электр тогының таратылуынан электр доғасы немесе электрмен дәнекерлеу. Оны орысша айтқанда сөзін ұмытып қалдым. Жарайды, жақсы. Үйкелістің нәтижесінде және температураның сыртқы қуат көздерінің әсерінен жоғарылауы нәтижесінде пайда болады. Мысалы, жазғы уақытта шөп жиналмай жатса, бір құрғақ шөп немесе тез жанатын зат осы балабақша аймағында жатса, күннің көзінен ол температурасының көтерілуіне байланысты от пайда болуы мүмкін. Барлық өрт сумен сөндірілмейді, сіздер білесіздер. Электр сымдар және газ өшірілу керек міндетті түрде от пайда болғанда. Және жоғары кернеудегі 1000 ваттан астам тұтану объектісінің ұнтақпен сөндіруге болмайды. Яғни сымдарды сіздер жалпы электр сымдарды сумен өшіруге болмайды, және кернеуі 1000 ваттан асқан құрылғыны да ұнтақпен немесе мына құм деп жатамыз, асбестпен үстінен төгуге болмайды, сөндіруге болмайды. Жанатын материалдарды оқшалау. Бұл өте маңызды мәселе. Жалынның таралуының тоқтату тәсілі болып саналады. Бұл өрт аймағынан жанғыш материалдарды алып тастау амалы, жалынды жанғыш материалдардан физикалық кедергілермен бөлу. Ол амалдар сіздерге оқылады, мамандар оқып береді, және нұсқамаларда бұл материалдар бар. Ғимарат ішінде өрттің таралу жылдамдығы жайында, міне, бұл өте қажетті мәлімет. Мысалы, мектепке дейінгі ұйымның ғимаратында жалын 1 минуттың ішінде 1 метрден 1,5 метрге дейін таралады. 1 минуттың ішінде. Ал дәліздерде, коридорларда деп жатамыз, 1 минуттың ішінде от 5 метрлік жерді басады. Қағаз, жиһаз, жанудың салдарынан көміртек тоғының өлімге әкелетін мөлшері адам ағзасында 5-10 минут ішінде жиналады. Яғни 10 минутқа дейін, сол 5 минут, 7 минуттың ішінде жалпы оттың жанынан түтінге де жоламай аман есен шығу керек, эвакуациялану керек. Эвакуациялау тез, жедел, дүрбеленсіз,
жүргізілу керек, және барлық әрекеттер мүмкіндігінше пысықталу тиіс. Алғашқы сәттерде дұрыс реакция көрсету аса маңызды. Балалардың денсаулығы мен өмірін соған байланысты. Қандай ол әрекеттер? Ең біріншіден эмоциялық күйзеліске түспеу. Осы жан-жақтағы амалдарды, жағдайды нақтылы оған есеп беру, түсіну, саналы түсіну және амалдарды нақтылы түрде қолдану. Сіздерге егер мәлім болса, алдыңғы жылдары, бірнеше жыл бұрын, Ресейде бір ұшақ апатқа ұшырап, ол моторлары істемей қалған ба, ұмытып қалғам. Жалпы осындай мәлімет бар. Сонда пилот пен стюард командалары осы ұшақты аман есен жүгері алаңына, егініне қондырыпты. Сонда ештеңе қирамаған, адамдардың денсаулығына ешқандай зақым келмеді, барлық пассажир аман есен қалған. Сонда оларға мына интервью, сұрақ қойғанда, интервью алғанда жауаптары мынандай болды. Стюардтар айтады, біз үнемі, қаншамамен біз жұмыс істеп жүрміз, үнемі тәртіп бойынша, режим бойынша осы жаттығуларды жасай беретінбіз. Нештатный ситуациялар көп болады дейді, сондықтан біздің барлығын жаттап алғанбыз дейді. Күнді осы шудың алдында ма, өздерінің тәртіптері бойынша осы жаттығулардың бәрін орындап жүрген. Шын мәнісінде. Және пилоттан сұраған кезде, ол кісі 30 жылдан астам еңбек еткен екен, опытный пилот деп жатады. Ол кісі де былай айтады екен, мен ұшып болғаннан кейін, бос уақыттарында немесе тәртіп бойынша өзімнің тренажер кабинетіме барып, қайта сол жаттығуларды жасай бергем, нештатный ситуациялардың бәрін жаттап, үнемі сол жаттығуларды жасап жүргем дейді. Соның арқасында осы міне мамандар әуен міне аспанда жүріп, аман есен сөйтіп осындай үлкен ұшақты 100 адамдай адамның өмірін сақтап қалған, және өзінікін. Міне деген шеберлік, бірақ бұнда ешқандай ерлік, енді ерлік деген әрине жүрек жұтқан адам деп айтамыз ғой, бірақ мынау қалыпты жағдай деді ол кісілер. Сондықтан өте маңызды тақырып. Өрт сөндірудің бастапқы құралдары. Бұнда сіздер 55-ші бұйрықтан тауып алуға болады. 9-шы тармақта жазылған алғашқы құралдар өртті жабу, сөндіру, оқшаулау үшін қажет дейді. Қандай құралдар? Қолға ұстайтын өрт сөндіргіштер, жылжымалы өрт сөндіргіштер, өрт сөндіру крандарының жабдықтары, өрт сөндіру қалқандары, өрт сөндіру құралдары, өрт сөндіру жарақтары. Бұл дегеніміз өрт сөндіруге арналған балта, сүймен, ілгек, багор, күрек, шелек, тағы басқа. Бұл деген щитокта, сіздерде щитокта тұрады, оны сіздерден тексеріп жатады. Нені тексеретін тағы да қайталаймыз. Отқа төзімді маталар, бұл асбест, кенеп, киіз, тағы басқа маталар, су толтырылған бөшке және ұнтақты құрамды жәшіктер. Бұның ішінде құм немесе перлет болу мүмкін жәшіктің ішінде. Дегенмен сіздер ұйымдарыңыз жұмыс бастағаннан бастап, күннен бастап, және жыл сайын тамыз айында мемлекеттік қабылдаудан өткен кезде, немесе кезектен тыс тексерулер келген кезде, төтенше жағдайлар департаментінің мамандары сіздерден мына құжаттарды және жағдайларды тексеру мүмкін. Бұл өрт қауіпсіздігін қамту туралы бұйрығыңыз, өрт қауіпсіздігі нұсқамалары, эвакуация жоспары, өртке қарсы бұрышы, әдемі күшті плакаттармен безендірілген, кран, гидранттар, қалғандар, және олардың болуын және жай күйін тексереді. Мысалы, тұтас па, сынып қалған жоқ па, жыртылып қалған жоқ па дегенде. Өрт сөндіргіштердің де жағдайы тексеріледі, нөмірлері белгіленуі, тұрған жері бәрі тексеріледі, және автоматтандырылған система, кешіріңіздер, эвакуациялық шығулардың, сатылардың, осы эвакуация жолдарының жай күйі де тексеріліп жатады. Бұл міндетті түрде кім келіп жатса да күнделікті таза және тиянақты форматта тұру керек. Сонымен өрт қауіпсіздігі
шараларына оқыту жөніндегі бағдарлама. Тегінде 276 бұйрықтың ішінде бар мазмұны. Нұсқама түрлері мысалы кіріспе, алғашқы, қайта нұсқама және жоспардан тыс нұсқама бар. Кіріспе дегеніміз мына жаңадан жұмысқа келген маманға оқисыздар және қол қояды, сонда ғана кіріседі. Алғашқы деген жылдың басында өткізуге болады. Қайта нұсқама дегеніміз және жылына кем дегенде 2 рет оқу дегеннің кезегі, және жоспардан тыс деген нұсқама бұл егер сіздердің балабақшаларыңызда бір төтенше жағдайлар шығып жатса, өрт шығып жатқан жағдайда енді әрқалай ситуациялар болады. Осы ситуацияларға сай қайтадан нұсқамаларды оқуға тура келеді. Сонда ол жоспардан тыс нұсқама деп аталады. Осы бұйрықтың 276 бұйрықтың 17-ші тарауында өртке қарсы қайта нұсқама ұйым басшысы бекіткен сабақтарды өткізу кестесіне сәйкес мынандай кезекшілікпен жылына кемінде 1 рет өткізіледі деген тәртіп бар. Мынандай деген мен қосып қойдым, дәйектеме түрінде. Және білім беру ұйымдарында кемінде жарты жылда 1 рет өткізілу керек деген мәлімет бар. Техника, практикалық сабақтарын өткізу кезінде алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдалануға және өрт шыққан кезінде іс-қимылдарды пысықтауға, эвакуациялау және зардап шеккендерге көмек көрсету оқу кезінде қолдану тиіс. Бұл бұйрықтың ішінде 1-ші қосымша, 2-ші, 5-ші қосымшаны қарасаңыздар, нұсқаманың үлгі бағдарламасы бар. Өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқамалар өткізуді есепке алу журналының үлгісі бар, және комиссияның, біліктілік комиссия отырысында хаттамалар бар. Қарап тауып алуға болады, үлгісі дайын тұр. Өрт қауіпсіздігі бойынша жаттығулардың жүргізу туралы бұйрық, мына жерде барлығы нақтылы жазылған. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адамдарды эвакуациялау бойынша өртке қарсы жаттығуларды жүргізу есепке алу журналы. Басқаша айтқанда, мына жаттығуды өткізу алдында сіздер бұйрықты шығарасыздар. Одан кейін міндеттерді қайталап өтесіздер. Содан кейін өткізген кезде мамандардың, жауапты мамандардың орындарын тағы да бекітіп, қолдарын қойғызасыздар. Бұл не үшін бұйрықпен таныстым деген бар. Бұл не үшін керек? Жалпы жаттығуды өткізген кезде, мысалы, бұйрықты басында сіздер өздеріңіз шығарасыздар, басшы ретінде. Ал енді жаттығу кезінде, кей кезде сіздер, мысалы, іс-сапарға шығасыздар, немесе денсаулық жағдай бойынша өзіңіздің міндеттеріңізді жауапты маманға бересіздер. Сіздің іс-әрекетіңізді атқаратын маман осы жаттығуларды өткізеді. Яғни жауапкершілікті сол алады. Дегенмен адамдарды эвакуациялау бойынша өртке қарсы жаттығуларды жүргізу есепке алу журналы өте маңызды. Не себептен? Жаттығу жүргізетін күні, тақырыбын жазасыздар, аты жөндерін жазасыздар. Бұнда, міне сол оң жағында жаттығуға қатысты ескертулер мен ұсыныстарды орындау және ескертулерді жою туралы белгілермен бағалау. Басқаша айтқанда, сіздер жаттығу басынан бастап өткеннен кейін оған баға беру керек. Жаттығу аяқталды. Бос уақытта сіздер жинап аласыздар да, содан кейін мына қолдарын қойғаннан кезде бағаларын қойып, мен ол бағамен таныстым дейсіздер. Бұл кемшіліктермен немесе кедергі болған жағдайларды талқылайсыздар. Не себептен менің бағам төмендеу болып шықты? Неге сен осында, мысалы, дабыл шыққан кезде уақытында шықпадың, балаларды шығармадың, немесе жолында кедергілер болды. Тағы да осы жаттығуларды орындаған кезде міндетті түрде біз өзіміз сабақты кезінде өткізуші едік қой, сол үшін баға алатынбыз, кемшіліктерді жоятынбыз. Осындай жаттығуларды белгілеу журналында ескертулер өте маңызды. Жаттығуларды бағалау туралы белгі деген мына жерде мамандар да қарап шығуы мүмкін. Жаттығуларды сіздер төтенше жағдайлар мамандармен бірігіп те өткізе аласыздар, оларға үлгі ретінде көрсетуге болады. Бірақ жаттығуларды өткізген кезде міндетті түрде балалардың денсаулығын сақтауға,
аса көңіл аудару керек. Себебі егер сіздер мысалы жылдам жасаймыз деп бірақ тәртіп бұзылып жатса, әрине бұнда кей кезде зақымдар да болуы мүмкін. Просто учение кезінде ол обал болып кетпесін, байқаңыздар. Кешіріңіздер. Нұсқаулық жоспар деп, ұйым басшысы өртке қарсы режим, ұйымда өрт шыққан кезінде іс-қимылдар, өрттің алдын алу, адамдарды, мүлікті құтқару бойынша практикалық дағдыларды әзірлеу бөлімі бойынша өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормативтік құқықты актілерді білу көлемде өрт сөндіру техникалық минимумды білу керек. Басқаша айтқанда, жалпы басшыда да өрт сөндіру, өртке қарсы жүйеге жауапты маманда бұл минимумдарын бәрін жатқа білет, белгілі орындарға барып оқуға болады. Бұнда қиындық жоқ. Өрт қауіпсіздігі бойынша оқу жаттығу дабылы соғылған кезде орындалатын іс-әрекеттер тізбегі қарайық. Мектепке дейінгі әкімшілігіне өрт туралы хабарлау керек. Құлақтандыру жүйесі қосылу керек. Бұл дегеніміз 101, 112 дабылы. Ғимаратты барлық эвакуациялық шығу есіктерін ашу керек. Балабақша ғимаратынан тәрбиеленушілер мен қызметкерлерді эвакуациялауды ұйымдастыру, өрт сөндіру қызметі келгенше дейін шығару керек. Балаларды эвакуацияланғаннан кейін тәрбиеленушілердің қауіпті аймақта қалып қоймау үшін барлық үй-жайларды тағы да тексеріп шығу. Келіп жатқан өрт сөндіру бөлімшелерін қарсы алу шараларын ұйымдастыру. Жан-жақта бәрі жүгіріп жүрмейді, қарсы алатын бір маман болу керек. Сондықтан оған көңіл аударасыздар. Жалпы қызметкерлердің іс-қимылдарының жоспары мен реттілігі. Бұнда 55-ші бұйрықта нақтылы жазылған, дегенмен дабыл соғылады. Өртті анықтаған қызметкер дабыл соғады. Не қараңыздар, кей кезде болады, подвалда болып жатады, астында, немесе шатырда ма, енді далада ма. Сондықтан енді өздеріңіз байқайсыңдар, қандай кім бірінші осы жағдайды байқады, сол дабыл соғу керек. Және дабыл соққаннан кейін басшыға бұл туралы тағы да хабарлау керек. Басшы да екінші рет осы дабылды соғады, дабыл дейміз, телефонды шалу керек. Өрт сөндіру қызметінен басқа 102, 112 деген жедел жәрдем 103 және полицияны шақыруға тиістіміз. Ол міндетті шара. Технологиялық жабдықтарды, пісіру пештерін, духовканы, тоңазытқыштардың барлығын өшіру керек. Тоқтату керек, және желдеткіштердің де жұмысын өшіру керек. Ұйымның барлық үй-жайларын тексеру, жарылыстан қауіпсіз жағдайға келтіру керек. Нұсқаулыққа сәйкес өрт шыққан кезде өрт сөндіру және автоматикасы құралдарын қолдану басталады. Бұл автоматизированная система дейді, өрт сөндіру. Су ағып жатады, дабыл соғады, оны бәрін түсінесіздер. Балалар мен ересектерді ғимараттан шығарғаннан кейін арнайы қауіпсіз жерге жиналу керек. Ұжым балалармен бірге эвакуация кезінде одан кейін балалармен тәрбиешілер, ересектердің қызметкерлерінің бақылауында болу керек, қорғану керек. Және қауіпсіз жиналу орындарында тәрбиеленушілер мен қызметкерлер шақыруға жауап беру керек. Бұны шақыруды перекличка деп жатады. Меңгеруші немесе жүктелген бір маман осы жұмысты атқарады. Белгілейді, кім бар, кім жоқ екенін, оны белгілеп шығу керек. Өрт кезінде бұны жаттығудың барысында да тура дәлме-дәл жасау керек. Басқа жеңілдетілген форматта болмайды, дәлме-дәл бәрін орындап шығуға тура келеді. Өрт кезінде қызметкерлердің міндеті нұсқаулыққа сәйкес нақты әрекет ету. Балалардың қауіпсіздігін құтқарылуын қамтамасыз ету, балабақша ғимаратынан шығару, адамдарды ғимараттан эвакуациялау бойынша іс-шаралар барынша пысықталу керек. Өте тез, жылдам және тәртіп бойынша. Өз бетінше әрекеттер ондай жағдайларды көбінесе жасалмайды. Жағдайлардың түрін қарастыруға тура келеді. Мысалы, түтін көп
болған кезде немесе оттан алыс бар жерде бұның бәрін ескересіздер. Қазіргі уақытта балалармен жұмыс жасайтын тәрбиешінің маманның іс-қимыл ережелері. Ең біріншіден негізгі мақсат балаларды ғимараттан эвакуациялауға жауапты тәрбиеші. Тәрбиешінің міндеті уақытты дұрыс пайдалану, тәрбиешінің көмекшісімен бірге балаларды сауатты және ұйымдасқан түрде жинау, оларды санау, эвакуация жоспар бойынша ғимараттан жылдам шығару. Балаларды ғимараттан, яғни өз тобының үй жайларынан және басқа үйлі жайлардан эвакуациялау жоспарын жатқа білу керек. Кез келген тәрбиеші, кез келген маман өзінің кабинетінен шығу, эвакуациялау жолын жатқа білу керек, және қандай әрекеттерді нақтылы жасау керектігін көрсете білу керек осы жаттығуларды. От тұтанған кезде, өрт шыққанда педагог үрейге бой алдырмайды, балаларды тыныштандырады. Ол үшін сіздер алдын ала көптеген неше түрлі жұмыстарды жасайсыздар. Бұл дегеніміз ойындар дейміз, тағы да қарап шығамыз. Топтағы балаларды түгендеу барысында тәрбиешінің көмекшісі жиһаздың астындағы және артындағы бұрыштардың түгелін тексеріп шығу керек. Кеңістікті екі рет тексереді. Bir ғана емес, екі рет. Мүмкіндігінше қарай жеке заттарды сыртқа шығарады. Жеке заттар болғанда, мысалы, өрт қатты болып жатса, мысалы, үлгере алмайсыздар, сыртқы киімдерді шығарып беру көмектеседі, мысалы. Содан кейін жағдайға сәйкес ең қауіпсіз эвакуациялау жолын таңдау. Міне таңдау деп жатады. Кей кезде, мысалы, жол жабық болып жатады, басқа жолмен де шығуға тура келеді. Бұл амалдарды бәрін ескеру керек. Балаларды серуенге шығарғандай бағанға екі-екіден немесе бір-бірден шығару. Тәрбиешінің көмекшісі бағанның соңында тұрады. Содан кейін, егер жолдар қауіпсіз болса, балаларды қатарға тізіп, оларды қайта санап, қатысу журналын алып кету керек. Қатысу журналы табель посещаемости деп жатады. Ол өте керек, себебі далаға шыққан, қауіпсіз жерге шыққан кезде балалардың санын тағы да тексеріп, белгілеп шығасыздар. Қатты түтіндеген жағдайда балалар мұрын мен ауызды жабатын дымқыл таңғыштарды қолданады. Таратасыздар, кез келген мата болсын, немесе сүлгілер. Балалар қолдарын сүртіп жүрген сүлгі де болуы мүмкін. Бірақ оның барлығын сулау керек. Осы әрекеттерге балалар үйрену керек, олар білу керек, не істің жасап жатқан. Қорықпау керек. Себебі қолына беріп жатсан, ол тыңдамау керек. Мысалы, тыңдамай қалады, байқау керек. Егер бөлмедегі түтін концентрациясы көбейсе, балаларға эвакуациялық шығу есіктеріне тізелеп, немесе еңбектетіп баруды көрсету керек, және балаларды соңыздан апару керексіздер. Мысалы, түтін көп қаптап кетсе, төменгі жақта әлі кішкене бостау, ауа тазалау болады. Осы тағандап жүріп, сөйтіп та шығаруға болады. Эвакуациядан кейін балалар далаға қауіпсіз белгіленген алдын ала. Бұл нұсқамада жаттығуларды ұйымдастырған нұсқамалардың ішінде, бұйрықтың ішінде де жазылу керек. Қай жерге жиналатындарыңызды. Мысалы, ботақан құлыншақ топтары сол жақ учаскеге жиналады. Оның номері болу керек. Мысалы, Айгөлек пен ботақан осы жаққа шығып, осы жерде жиналады дейсіздер. Бұның барлығы нақтылы жерлері белгіленіп тұру керек. Дәл сол жаққа жүгіреді, мысалы, шығады. Эвакуациядан белгілен жері, содан кейін жинайсыздар, басшының командалар мұқият тыңдау керек және орындау керек. Өз бетінше әрекеттер жасау қажет емес. Сондықтан басшы да осы командаларын жатқа білу керек. Басшының командалары мамандар үшін, балалар үшін бір жаңалық болмау керек. Қалыпты, үнемі айтылатын 1, 2, 3, 5 қандай командалар бар, осы командалар дұрыстап жазып аласыздар да, шығамыз, жатамыз, мысалы, барамыз, жиналамыз. Кәнеке маған қараңдар, сондай мысалға командаларда жазып алсаңыздар, оны жаттап, үнемі осы командаларға реакция жасайды. Жалпы тіл қатысу арқылы түгендесуді күту, балаларды қайтадан санау, эвакуация біткеннен кейін барлығын тағда тексеру.
ЭВКС аяқталған кезде балалардың ата-аналары немесе басқа заңды өкілдері келсе, балалардың байланыс телефондарын алу керек. Өртке шақырған өртке қарсы келетін өртке шақырған машиналар, медицина, бұл медиктер жәрдем машинасы болуы мүмкін, жедел жәрдем мамандары. Бұл мамандар балаларды тексеріп шығып, содан кейін ата-анасына берген дұрыс. Себебі жағдайлар әрқалай болуы мүмкін. Бұл енді шынайы өрт шыққан кезде, дәрігерлерге біріншіден көрсетіп, одан кейін ата-анасына беріп, сол бергенін белгілеу керек журналға, және бердім, баламды алдым дегенді белгілеу керек. Өрт кезінде тәрбиеленушілердің мінез құлқының ережесі. Баланың міндеті тәрбиешінің басшылығымен өрт қауіпсіздігі туралы алғашқы білімін, жасына сәйкес әрине білімін төтенше жағдайлар кезінде нақтылы іс-қимыл дағдылары болу керек балалардың бойында. Кішкентай балаларға әрине сіздер мәліметті аздау беріп жатасыздар, бірақ өте нақтылы не істеу керектігін түсіндіресіздер. Әр тәрбиеленуші ЭВКС жоспары бойынша топтан, ғимараттан көшеге шығу сызбасын жатқа білу керек. Сондықтан жаңағы сызба деп айтып жатырмыз, эвакуация сызбасы. Мысалы, беседа, әңгімені өткізуге болады балалармен. Кәнеке біздің тобымызды тауып алайық осы сызбаның ішінде. Қайдамыз? Мінеміз. Қай жаққа барасыз? Міне, кәнеке ойнайық, шығайық деп айтасыздар мысалға. Осы жаттығуларды жасауға жалпы жаттығулардан тыс уақыттарда да өткізуге болады. Бала төтенше жағдайда өзін сабырлы ұстаса, тәрбиешілерге сенуге үйренген болу керек. Топта тікелей түтіндеу болмаса, серуенге шыққандай, мысалы, күнделікті қалыптасқан әдетте сәйкес жағдайда сыртқы киімді киюге үйрену керек. Және балалар педагогтың бұйрығымен көрсеткеніне қарап, және ауызша нұсқаулар бойынша, жаңағы команда деп жатамыз, балалар үшін де ерекше бір командаларды тауып алуға болады. Соны нақты орындау керек осы командаларды. Сондықтан, мысалы, команданы қалай түсіндік деп, ондайда ойын жаттығуларды ұйымдастыруға болады. Қанеке жиналып қалай біз дағандап жүреміз, немесе матаны бетімізді жабамыз, матамен деген мысалға осындай көптеген жаттығулар, ойындарды ұйымдастыруға болады. Мысалы, түттен шыққан кезде ересектер кигізген дымқыл таңғышты шешпеу керек бала. Міне, қараңыздар, шешпеу керек. Өте себебі түтін көп жағдайда әрине өте қауіпті. Сондықтан бала тәрбиешіге сену керек. Енді тәрбиеленушілерді, қызметкерлерді, басшының ең бірінші міндеті не істеу керек? Басшы жаңағы төтенше жағдайлар бөлімшесіне оқиға туралы телефон шалу керек. Егер қоңырау шалынған болса, жаңағы маман көрді, телефонды шалды, батырманы басты, яғни ол тағы да хабарлайды. Дабыл және басқа хабарлау жүйелерін қосу туралы мамандармен орынбасарға бұйрық беру керек. Кім осы дабылды қоса алады? Инженерлік коммуникацияларды, желдеткіштерді ажырату керек. Ол ажырату туралы бұйрықты да шығару керек. Мектепке дейінгі үйім ғимаратында ілгерес аумақта жалпы қайт келейін. Қазір өте көп мәлімет сіздер үшін барлығын дайындап әбігер болдық. Өте көп мәлімет, дегенмен бұл материалдарды сіздер біздің презентациямыздан тауып аласыздар, біздің сайтымызда бар, және YouTube-қа осы материалдар шығып жатады, тағы да оқып қарап алуға болады. Тіл қатысу арқылы түгендеу, бақылау, бұл материалдардың түгелін жинап алу керек. Өрт сөндіру шаралары біткенше, әрине мекеме ұйымның басшысы өз орында болу керек. Келесі үлкен, енді мына жоспар деп жатамыз, жоспар керек. Жылдың басында осындай жоспарды құруға міндеттіміз.
қауіпсіздікке байланысты бұл мысалы биылғы 23-24 жыл или бірнеше жылға деп айтасыз ба, өздеріңіз белгілейсіздер, бірнеше жылға да бола береді, арналған өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралы жоспары. Міндет мақсаттары бұйрықтарға сәйкес өздеріңіздің балабақшаларыңызда тағы да бір ерекшеліктер пайда болса, әрине оны қосуға болады. Дегенмен ұйымдастыру техникалық іс-шаралар бөлімшесі бар. Бұнда жаңа оқу жылына дайындау, қойма үй-жайларының қажетсіз заттардан тазалау, қосалқы. Бұны бағанағыда біз сіздерге тізіп айтып жатырмыз, дегенмен осы жұмыстың түгелін жоспарлап дайындап қоюға болады. Рет-ретімен орындауға мүмкіндік бар. Бұйрықтың түгелін қандай бұйрықтарды шығарасыздар, кестеге қосып қоюға болады. Қай айда істейсіздер, оның барлығын реттеуге тура келеді, және осы өрт қауіпсіздігіне қатысты және жауапты мамандардың іс-әрекетін осы жоспарға сәйкестендіру керек. Келесі қызметкерлермен жұмыс деген бөлек бар. Қызметкерлермен дегендей, ол әкімшілік жиналыстарында немесе арналған өрт қауіпсіздігі жөніндегі ұжымдық жұмыс жоспарын бекіту, оқыту білімін, ағымдағы өртке қарсы нұсқаулықтарды жүргізу, бұның барлығында сіздер жоспарлап қойсаңыздар, жоспар бойынша жұмыстарыңызды атқара беруге болады. Педагогтерді балаларға өрт қауіпсіздігі ережелерін таныстыруға үйрету. Тәрбиеленушілермен олардың ата-аналармен жұмыс ол бөлек. Себебі ата-аналарда балалардың өкілетті өкілдері, заңды өкілдері болып саналады ата-анасы. Яғни бұл жұмыс туралы, сіздер атқарып жатқан жұмыс туралы ата-аналарда білу керек. Бұл құпия болмау керек, және кез келген шараларды ата-аналарды қосып ұйымдастыруға болады. Талқылап, қандай мысалы ата-аналардың да арасында мамандар болу мүмкін. Осы бірігіп жұмыстарды нақтылы жоспарды неғұрлым нақтылы құрсаңыздар, соғұрлым осы жоспарды іске асыруға жеңіл болады. Енді балалар үшін балалармен өрт қауіпсіздігіне қатысты жұмыстардың міндеті өрт қауіпсіздігі туралы бастапқы базалық білімді қалыптастыру, өртті анықтау кезінде мінез-құлық дағдыларын, мінез-құлық, қорықпау, қалыптастыру, қорықпау, психологиялық күйзеліске ұшырамау, мамандарға өзінің тәрбиешісіне сену, салмақтылықты сақтай білу, өрт қауіпсіздігін сақтау бойынша дұрыс әдеттерді қолдану, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаудың маңыздылығы туралы түсінікті таныту. Маңызды екенін ақырындап балалар біртіндеп өсе келе білетін болады. Дегенмен балалармен өрт қауіпсіздігі бойынша жұмыстардың нысандары мен әдістері үлгілері бар. Оқу, әңгімелесу, саяхат, жоба, сурет байқаулар, ойын-сауықтар, қуыршақ театрлар дейсіздер ме, драмалау, викторина, эстафеталық ойындар, ата-аналармен бірге әңгімелесу, балаларды қосып, көркем шығармаларды оқу, әңгіме оқу, көптеген жұмыс формалары бар. Осы жұмыс формаларын барынша қолдану керек, егер шынымен тиімді болып жатса. Бұл тиімді формаларды өздеріңіз табасыздар. Себебі әрбір ұжым, әрбір топтың ерекшеліктер бар. Бұны әрине ескеруге тура келеді. Енді тәрбиеленушілерге жаднаманы біз дайындап қойдық. Сіздерде көрінетін жерге, мына балаларды қабылдау бөлмелерінде міндетті түрде осындай жаднамалар болу керек. Балалар бұл жаднаманы жатқа білу керек. Тек қана біреу оқу үшін ғана емес, әдемі тақтада көрініп тұрсын, плакат деген ол әрине оның пайдасы ешқандай жоқ. Балалар осыны жатқа білсе, айтып береді мысалы.
Кәнеке балалар жаднаманы айтып беріңдерші. Өзіне және достарына сіріңкемен ойнауға рұқсат етуге болмайды. Үйде от шашулар мен жарқылдықтарды тұтандыруға, қолға ұстауға болмайды. От жанып жатқан пештің отын салатын есігін ашуға болмайды. Отқа жақын тұруға болмайды. Оттың үстіне киім кептіруге болмайды. Отқа бөгде заттар, мысалы банкалар, бөтелке, оттықтар, дезодоранттарды тастауға болмайды. Отқа құраған шөпті, тезек, терек мамығын, тезекті беталбаты лақтыруға болмайды. Үйден шыққан кезде шамдарды сөндіріп, электр құрылғанын өшіру керектігі жайында бала білу керек. Өртті көрген кезде 101-112 нөміріне қоңырау шалуға үйрету керек. Түтін шыққан кезде бетті дымқыл шүбірекпен тез жауып, еденге жақын жерде болу керектігі жайында. Киім өртене бастағанда дереу еденге жата кетіп, жалын бастанғаша жерге домалау керек. Енді керек болып тұр осындай жаднамалар. Егер есіктен шығатын болса, от, онда балконға шығып, немесе адамдарды көмекке шақыру. Шақыру амалдарында үйрету керек. Ол өте біздің мына интернет желілерінде көптеген жағдайлар талқыланып жатады, көрсетіп жатады, үшін жүрегін ауырады. Но шынымен балаларды осындай қарапайым амалдарға, қауіпсіздік амалдарына, шараларына үйретуге тура келеді. Және қандай бағдарлама мен нұсқаулықтарды біз ұсынамыз десеңіздер, мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиеленушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін білім беру бағдарламалары балаларды ерте дамыту институты тарапынан осы ұйымның сайтында, ашық сайтында Астана 24 деген аталыммен дайын тұр. Оны көшіріп алуға мүмкіндік бар. Мектеп жасынан дейінгі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету білім беру бағдарламасы да бар. Бұл да балаларды ерте дамыту институты Астана 24 деген мерзіммен шығарған. Және жер сілкінісі, өрт, су тасқыны, сел, көшкін және төмен температура кезінде қалай әрекет ету керек, немесе не істеу керек деген атаумен ЮНИСЕФ-тің, біздің Қазақстандағы ЮНИСЕФ ұйымның сайтында дайын тұр. Оны да сіздер өздеріңізге көшіріп алып қолдана аласыздар. Бұл сайттың ішінде әдемі жаднамалар бар, нақтылы жазылған, өте тиімді, және бағдарламаларды барлық талаптарға сай, біздің қазіргі уақыттағы талаптарға сай жазылған. Біз осы бағдарламаларды сіздер үшін ұсынамыз. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, дайындаңыздар, қазіргі уақытымыз бар. Біздің парақшамыз Инстаграмда бар, Білім Kids деген. Одан кейін бізге қосылуға мүмкіндікті бар. Біздің телефондарымыз сіздер үшін дайын. 702-872-92-55 және байланыс телефоны барлықтарыңызға мәлім 700-344-95-95 телефон нөмірі. Осы телефондар арқылы телефон шалыңыздар. Біздің мамандарымыз сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап береді, қосылуға мүмкіндік бар. Не үшін бізге қосылу керектігі жайында айтып кетейін. Жалпы Қазақстан бойынша сіздер үшін циклограммалар, перспектива, жылдық жоспарлар, мамандардың барлық жоспарлары, циклограммалары, үлгілері, қазіргі уақыттағы қауіпсіздік тақырыбы бойынша бізде бірнеше папкалар құжаттармен дайын. Бұл өртке қарсы құжаттама, және презентациясы, міне бүгінгі презентациямыз дайын, және электр қауіпсіздігіне байланысты, сейсмикалық қауіпсіздікке байланысты құжаттар дайын тұр. Екі тілде көшіріп алып қолдануға болады. Және бізге қосылған көптеген балабақшалардың мамандарынан сіздер сұрасаңыздар, бірнеше жылдар бойы біздің соңымыздан еріп әлі келе жатыр. Себебі біз материалдарды апта сайын, күн сайын жаңартып қосып отырамыз. Материалдарымыз өте көп. Және ұйымдастырылған іс-әрекеттер,
әрекеттердің әзірлемелерінің саны 6000-нан астам. Сіздерге үлкен көмек, үлкен ресурс. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді сұрақтарыңызға кезек келді. Дина апай, сізге көптен рахмет. Сұрақтарыңыз мұнда чатқа жазып жатыр. Чатты оқысаңыз, әлде Иә, оқып бере берейін ба? Оқиын, енді көріп тұрмын. Әріптестер, чатқа өздеріңіздің WhatsApp номерларыңызды қалдырсаңыздар, записті міндетті түрде жібереміз. Егер сұрақтарыңыз болса да жазсаңыздар, немесе микрофондарыңызды қосып, ұялмай сұрақ қоя берулеріңізге болады. Осы материалдарымыз, жаңағы біз айтып жатқан семинарымыз, вебинарымыз жазылып жатыр. YouTube арнасынан тауып аласыздар, оқып, тағы да тыңдап алуға тоқтатып, қайталап барлық материалдармен танысуға мүмкіндік бар. Жібереміз, слайдтар бар. Және осы слайдтарды біз өзіміздің Kids сайтымызға жүктеп қоямыз. Қолданушылар қайтадан алып, өздеріне осы материалдарды көшіріп ала алады. Бұл материалдар екі тілде. Мемлекеттік қазақ тілінде, бүгін біз міне сіздер үшін қазақ тілінде, мемлекеттік тілде ең бірінші қатарда өткізіп жатырмыз. Ертең дәл осы уақыттарда 13:30-да орыс тілінде болады. Егер сіздердің араларыңызда біреулер үлгере алмай қалса, тыңдамай қалдық, әттен деп жатсаңыздар, ертеңгі күні қайтадан сіздер қосыла беріңіздер, сілтемесі бар. Жылына қанша рет өткіземіз дейді. Жаттығуларды десеңіздер, жаттығулар кем дегенде 2 рет өткізесіз, жалпы 3-4 рет өткізген дұрыс. Балалар ұмытып қалады әйтпесе, жалпы бізді ұмытып қаламыз ғой. Содан кейін жағдайлар әрқалай болып жатады. Кей кезде, мысалы, жаңадан маман келді, біреу декретке шығып кетті, жаңағы жауапты маман, белгілі бір коридорда балаларды шығаруға көмектесетін маман жоқ. Декретныйға шығып кетті. Сонда сол маман үшін сіздер бұйрықта жаңартасыздар. Жаттығуды жүргізу туралы, осы күні өткізу туралы дейсіздер де, бекітесіз, жауапты мамандардың аты жөндерін қайтадан жазасыздар да, және қолдарын қойып таныстым дегенге, осы жауапты маманға өзінің жүктемесін, міндеттерімен тағы да таныстырып, міндетін өткізуге мүмкіндік бересіздер. Содан кейін жаңағы біз айтқандай, егер мектепке дейінгі ұйымның басшысы іс-сапарға шығып кетсе, немесе тағы да бір ерекше жағдай болып жатса, ғимаратта жоқ болып жатса, мына жаттығуды әрине жауапты маман, оның орынбасары орындайды. Жалпы өзіңіз бар кезде бұл материалдарды, жұмыстарды атқару керек. Содан кейін жаттығуды сіздер өткізіп жатқанда, жаңағы баға беру деген тамаша зат екен. Себебі для галочки емес, шынымен ол өмір қауіпсіздігі ғой, балалар дұрыс біліп алу керек. Содан кейін мына жаттығуларды тегінде серуенге шығар кезде ұйымдастырсаңыздар, сонда сіздердің режимдеріңізге, тәртіптеріңізге бөгет болмайды. Мысалы, түстен кейін өткізіп жатсаңыздар, балалар ұйқылы, ояулы, жиналғанша, тамақ ішкісі келеді, киінгенше уақыт кетіп қалады. Таңертеңгі уақыттарда кей кезде ұйымдастырған іс-әрекеттер болып жатады, оны да өткізіп алу екіталай. Сондықтан қалып бойынша балалар міне прогулкаға, серуенге шығу тәртібін біледі. Сондықтан неге өткізесіздер? 3 топқа дейді. 3 топқа, сіздерде 3 топ бар болса, 3 топқа арнайсыздар осы жаттығуды. Бәрібір бұйрықта жазылған ғой, егер ғимаратта саны 10-нан астам адам болса, яғни олар үшін жаттығуларды жасау керек, және эвакуация жоспарын құру керек, міндетті түрде. Өздеріңіздің контактілеріңізді жіберіңіз, мына жерге жазыңыздар, сіздер мен қыздар байланысқа шығады. Осындай семинарларымыз көп болады. Дегенмен бұйырса, басқа қауіпсіздік бағыттар бойынша дайындаймыз, себебі біз құжаттарды да дайындап қойдық. Сәлеметсіз бе, Дина апай? Сәлеметсіз бе? Сол құжаттарды білім кетсін ашып көрсетсек.
Қазір шығайын мен. Так, шығайды. И кешіріңіздер. Қазір шығайын. Сайтқа өтейік, иә? Сайтқа Иә, өтейік. сайттан Басты бетке. кіру керек сізге. Иә. Міне кіру. Жиі кірмей, міне көрдіңіздер ме? Міне істер номенклатурасы деген бізде үлкен бөлімше бар. Осының ішінде қауіпсіздік бөлімі. Қауіпсіздік бөлімін ашсаңыздар, міне терроризмге қарсы қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, сейсмикалық қауіпсіздік, электр қауіпсіздігі және қазір уақытта біз мына наводнение, топан суға қарсы, судың жүруіне қарсы қауіпсіздік құжаттарын жинап, дайындап жатырмыз. Мысалы, өрт қауіпсіздігі бойынша жаңағы сіздерге дайындаған материалдарымыз мектепке дейінгі ұйымдардағы өрт қауіпсіздігін реттейтін нормативтік құжаттар тізімі бар, жүктеп алуға болады. Бұның ішінде біз де беріп отырмыз, тағы да қосып жатсаңыздар қосыңыздар, табылса тағы да қосамыз. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі құжаттама, жеке ол ішкі құжаттамаңыз, және өртке қарсы іс-қимылдар есепке алу журналдардың түрлері, қамтамасыз ету туралы бұйрық, ережелер, нұсқаулық, журналдардың түрлері, эвакуация жоспарының мәтіні, қалай құрастыру керектігін үлгісін жазып отырмыз. Және іс-шаралар жоспары. Тегінде байқаңыздар, жалпы біреуді мысалы сіздер мүмкін алып жатасыздар үлкен, бірақ оны өзгертуге тура келеді. Себебі сіздердің ғимараттарыңыздың сызбасы басқа, топтардың саны басқа, жұмыс істеп жатқан мамандардың аты жөндері мен міндеттері басқа, сондықтан біреудікін дәлме-дәл қолдануға болмайды, байқаңыздар. Және сіздер жасаған құжаттардың үлгілерін жасап алғаннан кейін, әсіресе жаттығуларға байланысты негізгі құралдар дейміз, мемлекеттік қабылдаудан сіздер өтіп жатсаңыздар, бұл төтенше жағдайлар департаменттің мамандарымен тікелей байланысқа шығыңыздар, олар көмектеседі, онда ештеңе жоқ, сондай құпия жоқ дегенді айтамыз. Сонымен міне сейсмикалық жаттығулар бойынша, қауіпсіздік бойынша нормативтік құжаттар да бар, дайын тұр. Электр қауіпсіздігі бойынша міне материалдарымыз тұр. Презентацияларды біз дайындап жатырмыз. Міне қазіргі жаңағы презентациямызды біз жеке тағы да көшіреміз, себебі қазір мен тікелей жүргізіп жатырмын, сондықтан бұл материалдарды Китстің әзірлемелері деген бөлімшеден тауып аласыздар. Істер номенклатурасы кім білмейді, мысалы ерте дамыту институтының жеке нұсқамалары, нұсқаулықтар тұр, нормативтік құжаттар, ұйымдастырушылық, балабақшаны басқарушы маманның жұмысына өте үлкен көмек болатын құралымыз, және медициналық құжаттама бар, шаруашылық, қауіпсіздік дедік, арнайы инклюзивтік материалдар міне дайын тұр, қолдана бересіздер. Істер номенклатурасы дейміз, әдістемелік кабинетте және Китстен әдістемелік әзірлемелер дейміз. Осы жаңағы біз сіздерге дайындаған және YouTube каналында жарияланған семинарлардың материалдары, бұл дегеніміз презентациялар. Бүгінгі презентация тағы да осында кезекпен соңғы болып жүктелінеді. Сонымен бізде не бар міне? Жылдық жоспар деп жатырмыз, күн тәртібі, ұйымдастырылған іс-әрекеттердің кестелері, мамандардың перспективалары, топтардың перспективалары, топтардың циклограммалары, олардың саны биыл 39 болады әр топта, былтыр 40 болған мысалы, жылдық оқу жылына деген циклограммалар, және жазғы сауықтыру кезеңіне де біздің циклограммалар дайын. Міне, өткен жылдығы 21, 22, 24 бәрі дайын тұр. Біз оны реттеп, дәл қазіргі уақыттағы 348-ші бұйрық бойынша стандарттар, типтік жоспар бойынша
57 бұйрық бойынша және бағдарлама, типтік бағдарлама 449 бұйрық бойынша материалдарымызды дайындап, іске асырдық. Қыздар қолданып жатыр, мамандар. Мониторингіміз автоматтандырылған тегінде. Міне мониторинг материалдары. Бұны жеке кім танысқысы келеді, біздің таныстырылымдарымызға қосылыңыздар. Біздің Zoom арқылы көп семинарларды өткізіп жатамыз. Жаңалықтарымыз өте көп. Медиа деген бар. Және әзірлемелердің пәндер каталогы міне сіздерге оқу жылына жазғы маусымға да дайын тұр. Екі тілде, орыс, қазақ тілінде. Біздің талаптарға сай, мемлекетіміздің коррекциясы әрекетіне психолог, логопед материалдары және әдістемелік кабинетінде арнайы түзетуші іс әрекетін материалдары, логопедтің жұмыстары міне. Психологтығы өте көп. Дефектологтың жұмыстары. Тифлов педагогтығы. Неге осы материалдарды біз дайындап отырмыз? Ең біріншіден, жалпы біздің ең негізгі мақсатымыз сіздерге мектепке дейінгі ұйымдарда еңбек етіп жүрген барлық мамандарға, тәрбиешілер болсын, түзетуші, мамандықтар және басшылар дейміз, әдіскер, дене шынықтыру нұсқаушысы, музыка пәні маманы, сурет салу дейсіздер ме? Кез келген мамандарға көмекші нақтылы құрал жасап отырмыз. Бұны қолданып жатыр көп жылдар бойы. Бізге көптеген қосылған балабақшалар. Қосылған балабақшалардың саны 3000-нан астам қазіргі уақытта. Кім жасады осы материалдарды? Осы материалдарды жасап отырған мектепке дейінгі тәрбие және оқыту саласының мамандары. Шебер мамандары. Біздің материалдарымыз министрлік тарапынан оқулық сараптама бюросының тексеруінен өтеді, үнемі өтілде, ағымда. Сондықтан о жағынан уаландау қажет емес. Чатты қарайық. Тамаша деп жатсыздар, үлкен рахмет. Жалпы материал өте көп, бір-екі сағаттың ішінде біз бәрін талқылау өте екіталай, әрине. Дегенмен, қандай іс-әрекеттерді сіздер ұйымдастырып жатсаңыздар, ең біріншіден заңдар, қаулылар осы салаға қатысты. Және бұйрықтардың материалдарына нақтылы көз салыңыздар. Бұл жерде бәрі нақтылы жазылған. Ойдан шығару ештеңе қажет емес. Тек қана өздеріңіздің балабақшаларыңыздағы ерекшеліктер ғана қосасыздар. Ат жөндеріңізді, мерзімді. Қалғаны сіздер үшін міне оқу ағарту министрлігінен басқа төтенше жағдайлар мысалы жөніндегі министрлігіміз барлығын дайындап отыр. Сонымен заң жүзінде барлық іс-әрекеттерімізді сауатты ұйымдастыруымыз керек. Өте маңызды мәселе. Сұрақтарыңыз бар ма? Нөмірлеріңізді қалдырыңыздар, себебі сіздерге нақтылы барлығын тағы да түсіндіріп береміз. Түсіндіру үшін сіздерге арнайы кездесу ұйымдастыруға мүмкіндігіміз бар, сондықтан. Егер сіздерде сұрақтарыңыз жоқ болып жатса, дәл қазіргі уақытта, WhatsApp-қа слайдты жіберіңіздер дейді, қыздар жазып алып жатыр. Егер сұрақтарыңыз қазір уақытта туындамай жатса, өте ауқымды мәселе, қауіпсіздік мәселесі деген. Дегенмен, сіздер бізбен байланыста болыңыздар, біздің чаттарымызға жазылыңыздар, біздің сайтымызға жазылыңыздар, себебі бұнда бөтен адамдар жоқ, бөгде адамдар жоқ. Тек қана осы саладағы жұмыс істеп жүрген, жан таласып жұмыс істеп жүрген мамандар. Басшылар болсын, әдіскерлер, тәрбиешілер, бәрібір. Себебі ең басты біздің негізгі мақсатымыз, балалардың денсаулығын, өмірін сақтау, олар үшін қауіпсіз ортаны құру, балалардың еркін, ерекше дамуына мүмкіндік жасау.
материалдар бойынша осы телефондар арқылы байланысқа шығыңыздар. Міне 707-344-95-95. Ендеше қазіргі уақытта сіздерде сұрақтарыңыз болмай жатса, тағы да айтып кетейін. Ертең 13:30-да орыс тілді аудиторияға тағы да осы материалдармен таныстырамыз. Сондықтан егер біреулеріңіз үлгерілмей жатсаңыздар, уақытымыз болмады, әттен деп жатпаңыздар. Орыс тілінде болады, тағы да тыңдауға мүмкіндік болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Құны бойынша қыздар айтып берсеңіздер. Ханымдар, саламатсыздар ма? Келісім шарт бойынша біз сіздерге чатқа номер жібердік. Сол біздің номерлерімізге хабарлассаңыздар болады. 877-344-95-95 номеріне, немесе WhatsApp желісіне жазсаңыздар болады. 872-872-92-55. Чатқа мен тағы да біз номерімізді жібердім. Келісім шарт бойынша осы номерлерге хабарлассаңыздар болады. Егер сіздердің араларыңызда жазылмаған балабақшалар бар болса, мүмкіндікті тауып жазылып алыңыздар. Себебі өмірде хотя бы бір рет осындай мүмкіндікті қолдану керек. Ондай өзіміз міне 30 жылдан астам еңбек етіп жүрміз осы салада. Дәл осындай көмекті біреу бізге кезінде жасаса, әрине бақытты сезінуші едік. Жалпы біз бақыттымыз, себебі осындай цифрлық арналар ашылып, көптеген мүмкіндіктер ашылып жатыр. Ол тамаша жағдай. Және сіздердің жалпы білімділік, осы саладағы білімділік деңгейін көтеруге мүмкіндік, зор мүмкіндік. Саламатсыз ба? Сұрақ қойсам болады ма? Қалай жазылу керек, сол жайында айтып жүрсеңіз. Жазылу бойынша сіздер мемлекеттік балабақшасыздар ма, әлде жекеменшік? Жекеменшік балабақшамыз. Жекеменшік, онда бізде екі вариант бар, яғни ол мекеме атынан отыра аласыздар, немесе жеке тұлға ретінде отыра аласыздар. Мен чатқа жіберген номерге хабарлассаңыздар, толықтай менеджерларымыз сізге консультация береді. Телефон арқылы шалыңыздар, міне осы телефон бар. 707-344-95-95. Өте жеңіл, тез жаттап алуға болады. Сол жерде қыздардың уақытын алып, дұрыстап сұрақтарды тізбектеп қойыңыздар. Ештеңе етпейді, себебі сіздер үшін үлкен біздің мамандарымыз бар. Саппорт командасы. Рахмет. Чатқа Майра ханым жазған екен, біз мемлекеттік балабақшамыз, тіркелу қалай болады? Егер мемлекеттік балабақша болсаңыздар, онда госпортал арқылы шығамыз, яғни ЗЦП. Госпортал арқылы бір жылға келісім шартқа отыра аласыздар. Тіркелу бойынша телефон номерларыңызды қалдырып кетсеңіздер, чатқа біз сіздермен хабарласамыз. Рахмет дейді. Сол жаңағы біз хабарламамызды айтайық, ертең осы уақытта тағы да орыс тілінде презентация болады. Өзімнің атынан сіздерге сәттілік тілеймін. Командамыздың атынан білім кет сіздерге жалынды сәлем айтады. Еңбектеріңіз жансын. Тағы да тілеулеріміз айтыр. Жақсы, чатқа қалдырған номерлармен бүгін онда хабарласамыз, барлық ақпаратты жібереміз. Сұрақтарыңыз болса, онда номерге хабарласып, немесе чатқа жазсаңыздар болады. Рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Аяқтайық, Аружан? Сұрақтары болмаса, онда аяқтауға болады. Сәттілік тілейміз сіздерге. Сау болыңыздар. Рахмет сізге, Дина апай. Сау болыңыздар. Сізге де рахмет.